Саламатсыздар ма оқушылар, әрмен қарай ядролық физика нұсқауларын жалғастырып жатырмыз. Жалпы міндетті түрде каналға жазылыңыздар, сабақтар ұнап жатыр деп ойлаймын, комментарий жазып қалдырамыз, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Нейтрондар мен уран ядросын атқылау арқылы жасанды радиоактивті алғаш зерттеген кім? Ол бізде Ферми. Яғни жасанды радиоактивті алғаш зерттеген ол бізде Ферми, иә. Ал енді радиоактивтінің ыдырау заңын ашқан деген біз алдында сұрақтар қарастырғанбыз. Сонымен кішкене салыстырмау керек. Ол жерде бізде Резерфорд пен Содди болды. Резерфорд Содди. Сол себептен ал енді ол жақта радиоактивтің ыдырау заңы ол. Ал бұл жерде жасанды радиоактивті алғаш зерттеген ол бізде Ферми екен. Енді ядроларды бөлу деп нені айтамыз? Ол баяу нейтрондармен атқылау. Так, енді уже есеп бастап кетті сразу. Енді бұл жерде қарап өтетін болсақ, бұл есептер бізде не дейді? Уранның мынандай изотобының бір ядросы ыдырағанда мынанша энергия бөлінетін болса, 15 грамм уран ыдырағанда бөлінетін энергияны сұрап отыр. Мына нәрсені жаттап алу керек. Бір ядросы бөлінген кезде дейді, яғни бір ядро бөлінген кезде ол энергия бізде нулевой энергия деп аталады. Яғни начальная энергия. То есть ол бізде 200 мегаэлектрон вольт. Көбісі осылайынан беріледі, бірақ кейбір источниктерде НТ-да ол байда берілуі мүмкін. Соны жаттап алу керек. 3-2 10⁻⁻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 ⁻
кылып мына осылайнан, иә. Енді логика в чем здесь? Логика здесь в том, что бұл жақта қанша энергия бөлінеді, 15 грамм болатын болса, иә. Енді для этого мы что делаем деген вопрос. Ол үшін біз ең бірінші мына форманы білуіміз керек. Қарапайым, ол бізде m бөлінген m, бұл бізде n бөлінген n авогадро деген, иә. Енді қараңыздар. Бізде как раз m бар менде, масса бар, n авогадро бар. Демек, мен бұның 15 грамм жаңағыда уранда қанша ядро бар екендігін мен таба аламын да. Бір ядро сыдырса мынанша энергия кетеді деді ғой, біз қанша екендігін таба аламыз. Поэтому мына формамен біз бұл жақта қанша не бар екендігін таба аламыз. Сөйтіп келеміз да мынандай пропорция құрамыз. Егер де m көбейтілген n авогадро, m де неше энергия болу керек, иә? Егер де бір атомда e нолевой болатын болса дейміз. Осы жерден бізге e табу керек. Сонда e дегеніміз ол бізде m n авогадро. Мына форманы жаттап алсаңыздар, мынандай есептерді смело шығара береміз ғой. e0. Міне. Готовая формула. Поставляем сюда деген сияқты. Орындарына сан мәндерін просто так қоя салу керек. Енді біреуін есептеп берейін, екінші есепті өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Так, массасын қойып өтейік. Ол бізде 15 грамм, 15 10-ның минус 3 дәрежесі деп жазайық. N авогадро бар, 6-02, 10-ның 23 дәрежесі. Потом астында ол бізде 235-те 10-ның минус 3 дәрежесі бар. Яқта қысқаратына екеу сразу. И 3-те 2, 10-ның минус 11 дәрежесі. Есептеп тастайық калькулятормен. Қазір. Так, 15 дейді мына жерде 6,02-ке көбейтеміз, бөлеміз 235-ке, көбейтеміз 3-те 2-ге дейді. Так, бірде о шығып тұр жауап, бізде д нұсқасы болады екен. Міне, дәл осылай таба салады екенбіз. Енді астындағы есепте тура осы формамен шығады. Бірақ бұл жерде кішкене нюанс бар. Какой нюанс? Сперва мы мына формамен тауып аламыз. Тура бағана мен айтқанда секілді. Міне, яқта m болады, e0 деп жазасақ болады. Потом осын тауып алғаннан кейін, мына e-ні тауып алғаннан кейін, оны qm-ге теңестіреміз. Тауып болғаннан кейін мән осы жерде бізге массаны таба салу керек. Сосын мына тапқан e-ні q-ға бөлеміз. Мына мәнін тауып неға қойып, мына q-ға бөле салу керек, и масса шыға салады. Міне, осындай бір лайфхактар сіздерге беріп отырмын. Міндетті түрде комментарийға мына есепті шығарып, қандай жауап болатынын жазып өтіп кетіңіз. Яқта бізде қай жауап болды? Нұсқасы болды. Так, келесі тізбекті реакция жүзеге асыру үшін шапшаң нейтрондарды баяулатқыштар ма? Хорошо. Баяулатқыштар деп келеді, жұтқыштар деп келеді кейбір жерде. Жоқ, баяулатқыш, жұтқыш екеуі бір нәрсе емес, просто сонда сұрақтар бар бізде. Баяулатқыштар бар, жұтқыштар бар. Одан кейін бар жылу тасымалдағыштар бар. Одан соң бар энергия тасымалдайды деген бар. Сол жылу тасымалдау мен энергия тасымалдау екеуі бір нәрсе. Соны естен шығармау керек. Одан кейін тағы бір нәрсе бар, кішкене есімнен шығып тұр менің. Ол жаңағыдай тестте шығып қалатын шығар деп ойлаймын. Енді баяулатқыштар жаттап алу керек. Ол бізде кәдімгі су, ауыр су және графит. Бітті.
мынандай нәрсе көретін болсаңыздар, бұл бізде нейтрондардың көбею коэффициенті. Міне, алдымыздан шықты. Нейтрондардың көбею коэффициентіне келейік енді. Тізбекті реакция туралы айтып тұр. Тізбекті реакция деген не екендігін білетін шығармыз, өздігінен өрбіп кете беретін реакция. Осыны біз цепное реакция деп атаймыз, воздействовать етеді, фуку-фуку өсіп кетіп бөліне береді. Осыны тізбекті реакция деп атайды. Енді тізбекті реакция тұрақты бір қалыпты өту үшін бізде К1-ге тең болу керек. Ал ол қарқын тез өсу үшін К1-ден үлкен болу керек. Ал тоқтап қалу үшін К1-ден кішкентай болу керек деп жаттап алады екенбіз. Бітті. Так, мынандай вопрос. Кризистік массаны анықтау шығар дейді. Енді кризистік массаны анықтау шығар бізде, бұл қазір айтып өтейін, бұл жерде бізде так, ядролық реактор туралы айтып отырмыз біз бұл жерде. То есть ядролық реакция туралы айтып отырмыз. Тағы да ядролық реактор деген нәрсе бар, алдыңғы бізде жаңадай тест алуда шығатын болады. Енді мына жақта реакцияға келетін болсақ, кризистік массаны анықтау шығар, ол бізде ядролық отынның түрі. Ядролық отынның түрін білуіміз керек. Кризистік массаны анықтау үшін баяулатқышты білуіміз керек, және ядролық қондырғының конструкциялық ерекшелігін білуіміз керек. Мынау реактордың қуаты жатпайды. Бұл нұсқасы болып тұр сонда бізде, уран ядроларының ыдырауының тізбекті ядролық реакциясы жүру үшін міндетті түрде қажетті шарттар дейді. Бұл жерде енді бізде екі шарт бар керек өзі. Бірінші, әрбір ядро бөлінуде 2 нейтрондар шығу керек, және уранның көп мөлшерде болуы керек. Ал дәл осы тестте осындай сұрақ келген, осы тізбекті реакция жүру үшін қажет емес шарттар деп те келеді. Ол бізде уранның жоғары температурада болуы қажет емес шарт. Ал мына жерде қажетті шарттар деп тұр, сондықтан 1 мен 2 болады екен. Так. Оқты, міне әдемі сұрақтар мына жерде. Қарайық, жұтылған дозаның формуласы. Жұтылған доза дегеніміз ол энергияның массаға қатынасы, өлшем бірлігі, оны біз Грей деп атайды екенбіз. Сәуле шығарудың тірі ағзаларға әсерін сипаттайтын шама ол бізде экспозициялық доза деп аталады. Жаттап алайық, сәуле шығарудың тірі ағзаларға әсері болатын болса, оны сипаттайтын шама экспозициялық доза, ал радиацияны өлшейтін аспап ол бізде дозиметр. Дәл осылай бүгінгі тест нұсқаны аяқтаймыз.